Мешіттерде некені тек заңды, неке құжатынан кейін қию керек. Қазақстанның діни басқармасы мешіттерге осындай талапты күшейтуді бұйырды. Себебі елімізде ислам шариғатын бүркеніп, кері уағыз жүргізіп жүргендердің кесірінен тіркеусіз неке жиілеп, тастандылар көбейіп барады. Мұндай ашшы ақиқат хиджаб киген арулардың бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттары арқылы жариялануда. Ал дінтанушылар мешіттегі имамдардың қойылған талапты орындауы исламның радикал ағымдарының әрекеттеріне араша болатынын айтады. Келесі мұсылман әйелі осындай жағдайға душар болмаса екен деймін. Ғаламторда осы сынды алдаудың құрбанына айналған қыздардың видеолары аз емес. Шариғат бойынша некесін қидырған қыздардың көбі талақтың құрбаны болып, кемінде 4-5 рет күйеуге шығып жатады. Жеке куәлік болу шарт па ЗАГСте? ЗАГСте керек емес. Главный мешіттен Аллахтың алдында халалда болсаңыз болды ғой. ЗАГСтағы қағаз керек емес. Перспектива ақпараттық кеңес ұйымының мүшесі Елена Бурова діни сауаттылығының аздығынан сан соғып қалған қыздар арыз шағымдарын арқалап ұйымға көп келетінін айтады. Алданғандардың арасында жүкті болып жатқан әйелдер, тіпті балаларының әкесі кім екенін білмейтіндер де бар екен. Нашу организацию обращались и обращаются женщины. Біздің ұйымға келіп көмек сұраған қыздар болды, және қазір де бар. Саны өте көп. Олар талақ ұғымын дұрыс түсінбей алданып жатады. Заңды неке құжаттары жоқ. Тіпті балаларында күйеулері алып кетеді екен. Мұндай жағдайға душар болған әйелдер әсіресе Батыс Қазақстан мен Алматыда жиі кездеседі. Соңғы уақытта ислам шариғатын бүркеніп, кері уағыз жүргізіп жүргендердің кесірінен тіркеусіз неке жиілеп кеткені жасырын емес. Сол себепті діни басқарма Қазақстан мешіттеріне некені тек ақаждан, яғни некенің заңды құжатынан кейін қиюды талап етті. Жалпы біздің мешіттерде діни басқармаға қарасты бүкіл мешіттердің барлығында бұндай ешқандай бір не жоқ. Жаңылдегі қол ұстасып келсе, неке қиып бере салатын имам жоқ. Өйткені мешіттің өзінің шарты бар, талабы бар, діни басқарманы бекітіп берген. Сол талаптарға сай неке қиылады. Дегенмен арнамыздың тілшісі имам сөзінің қаншалықты рас екенін қаламыздағы мешіттердің біріне кіріп білді. Жеке куәлік керек, ер мен әйелдің. Үш куә керек, ата-аналар болса дұрыс болады. ЗАГСтың қағазы болса, ол болмаса келе береді. Ал ЗАГСтың қағазы болмаса келе береді. Келе бере ме? Бола береді ғой. Ал дінтанушы Серік Тәжібаевтың пікірінше, дәстүрлі исламда талақ деп бір ауыз сөзбен ажырасу дұрыс емес, тіпті күнә екенін айтады. Талақ ұғымын бұрмалайтындар исламның радикал ағымдарының өкілдері екеніне сенімді. Қазіргі таңда білесіздер, радикалды бағыттағы топтар осы талақ ұғымына байланысты өте салғырттық танытып, жеңіл қарап, сондай бір ойыншық ретінде өз мүдделеріне бұрмалап алып, елдің арасында жаңағыдай ірткі салып, осындай осы қазақтың салт санасына кері әсерін тигізіп жатырғаны рас. Дінтанушылар мұндай жағдайлардың алдын алуына шаралар қабылдануы қажет дейді. Тіпті 10-15 жылдың ішінде бұл үрдіс Қазақстанда белең алуы мүмкін екенін айтуда. Сымбат Ғалымбекұлы, Юрий Проводин, Қазақ Ньюс, Алматы.